Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабағымыздың тақырыбы «Мен тамақ ішемін». Сабақтың мақсаты тақырыпқа қатысты сөздерді түсіну, үлгі бойынша сөйлесе білу, ақпаратты сурет иллюстрациядан таба алу және сәйкестендіру. Бүгінгі жаңа сөздермен таныс болайық. Ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю. Қайталаймыз. Ішемін, жеймін, ішемін, жеймін, ішемін, жеймін. Нан, нан, нан. Хлеб. Бауырсақ, 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 бауырсақ. Ботқа, каша, ботқа, ботқа. Ет, мясо по-казахски, ет, ет, ет. Сүт, молоко, сүт, сүт. Шырын, сок, шырын, шырын. Су, вода, су, су. Қайталаймыз. Ішемін, ішемін, жеймін, ішемін, жеймін. Нан, бауырсақ, бауырсақ. Ботқа, ботқа. Ет, ет, ет. Сүт, сүт. Шырын, су, су. Жарайсыңдар, балалар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Мен тамақ ішемін. Мен тамақ ішемін. Мен, я, тамақ, еда, ішемін. Пью, жеймін, ем. Мұқият тыңдаймыз. Мынау нан. Мен нан жеймін. Мынау бауырсақ. Мен бауырсақ жеймін. Мынау сүт. Мен сүт ішемін. Мынау ботқа. Мен ботқа жеймін. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Мен нан, бауырсақ, ботқа жеймін. Мен сүт, су ішемін. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мынау нан. Мынау ботқа. Мынау ет. Мынау бауырсақ. Қайталаймыз. Нан, ботқа, ет, бауырсақ.
бауырсақ, ет, ботқа, нан. Жарайсыңдар, балалар. Тағы да бір қайталаңыздар. Келесі тапсырма. Суретке қара. Сурет бойынша сөйлес. Бірінші суретке назар аударамыз. Бұл Марат. Марат ботқа жейді. Марат нан жейді. Марат алма жейді. Марат шырын ішеді. Ішеді, пьет, жейді, кушает. Қайталаймыз. Марат не ішеді? Марат шырын ішеді. Өте жақсы. Марат не жейді? Марат алма жейді. Марат нан жейді. Марат ботқа жейді. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Анель ботқа жемейді. Не кушает. Анель шырын ішпейді. Не пьет. Жемейді, ішпейді. Анель не ішпейді. Анель шырын ішпейді. Анель ботқа жемейді. Өте жақсы, балалар. Бұл Әсем. Әсем ботқа жейді. Әсем алма жейді. Әсем су ішеді. Өте жақсы, балалар. Сұраққа жауап береміз. Отвечаем на вопросы. Әсем не ішеді? Дұрыс, балалар. Әсем су ішеді. Әсем не жейді? Дұрыс айтасың. Әсем не жейді? Өте жақсы, балалар. Келесі суретке назар аударамыз. Әли. Өте жақсы. Мақсат. Өте жақсы. Әділ. Өте жақсы, балалар. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечаем на вопросы. Сен не жейсің? Сен не ішесің? Что ты кушаешь? Что ты пьешь? Өте жақсы, балалар. Сурет бойынша жауап берейік. Мен шырын ішемін. Мен жарайсыңдар, балалар. Мен нан жеймін. Өте жақсы, балалар. Барлық суреттер бойынша сұраққа жауап береміз. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.